Сәлем достар, сіздерге бүгін бір жасағаннан ақ әдемі шығатын шоколадный пирог жасап көрсетемін. Арнамнан алыстамаңыздар. Ең алдымен пирогымызға сироп дайындаймыз. 500 мг суға 60 грамм шекер, 400 мг лимон согын сығып саламыз және тазартылған 3 грушамызды салып, баяу отта 10-15 минут қайнатамыз. 150 грамм қара шоколадымызға қайнап тұрған сүтімізді құйып, шоколад толық ерігенше араластырамыз. Бөлек ыдысқа сары май мен шекерді саламыз және ағарғанша миксермен араластырамыз. Үстіне 4 жұмыртқа салып, бір келкі болғанша миксерлейміз. Енді пирогымызды жинаймыз. Екі түрлі массамызды араластырып, үстіне ұн, разрыхлитель, корица, шымшым тұзымызды салып, венчиктің көмегімен араластырып, бір келкі масса жасаймыз. Дайын болған сироптарымыздан грушаларымызды сүзіп аламыз және әдемі қылып кесіп шығамыз. Грушаларымызды әдемі қылып пирогымыздың үстіне қойып шығамыз. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырамыз және 30-35 минутта пирогымызды пісіріп аламыз. Пісіп шыққан пирогымыздың үстіне сиропымызды құйып, толық суығанша қалдырамыз. Пирогымыздың бетіне сахарный пудраны сеуіп, дастарханға ұсынамыз. Пирогымыз өте дәмді шықты. Міндетті түрде жақындарыңызға жасап қуантыңыздар. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Жанар.